Армысыздар, қазақ елі. Осыдан 2 күн бұрын митинг болғанын баршамыз білеміз. 25 қыркүйек күні. Бірақ та халық аса көп шыға қоймады. Ал шыққан адамдарды айналасында орағытып жүріп, нақты сол жерге бара алмай, бата алмай, сонымен тарап кетті. Ал ОМОНдар, полицейлер ол жерде өте көп болды. Бұл енді бір жағынан биліктің үрейі. Бұл жақта Белоруссияда шайқалып, шатқаяқтап, оның билігі әне-міне құлайын деп тұрғандықтан бізге де ол оң әсерін берер еді әрине. Осыны көргеннен кейін де біздің билік үлкен қорқыныштың үстінде екенін түсініпті. Бірақ біздің халық осыған ұмтылмай отыр. Бір байқағанымыз осы 1 миллион халқы бар Астананың өзінде соншама көп шыққан халықты байқамадық. Енді негізі осы бағытта бұған дейін енді ДВК, көше партиясы, бұл оппозициялық оймен жүрген адамдардың басын құраған топтар. Бірақ та енді мен осы жерде, осы астаналық белсенділер Арлы қазақ деген топ ашып отырмыз. Бұл жерде Арлы қазақтың мақсаты қазақтың арын, намысын, жігерін ояту, жасыған көңілін жану, және осы елінің тағдыры үшін, өзінің тағдыры үшін, жаңағы ұрпағының тағдыры үшін жауапкершілік алуға осылай үндеу. Ол үшін тарихқа бойлауды мақсат етіп отырмыз. Тарихқа бойлау арқылы біздің бабаларымыз кезінде талай-талай мемлекеттердің шаңырағын көтерген, олардың іргесінің берік болуында үлкен ықпал еткен, және көптеген елдерді, мемлекеттерді басқарып, ол жерде жүйесін құрып берген. 3 рет, кемінде 3 рет біздің бабаларымыз көшпенді, осы түркітектес қазақ, осы біздің сақтар болсын, ғұндар болсын, бабаларымыз 3 рет олар империя жасаған. Оның біруі көк түріктер, біруі ғұндар, және мынау Шыңғысхан. Оның барлығы осы біздің бабаларымыз. Қазақтар, былайша айтқанда, қазіргі тілмен, қазіргі ұғыммен айтатын болсақ. Бірақ қазіргі қазақтар басқа тұрмақ, өзінің тағдырына да ие бола алмай отыр. Сондықтан бұл жерде жаңағы Арлы қазақтың мақсаты осы, ол тарихқа бойлап, өзіміздің болмысымызда, тарихымызда бар, қанымызда бар мінезімізді оятуға атсалысу, күш салу соған. Өйткені қалай болғанда да адамға айта бергеннен кейін бір ойды, бір сөзді, бізге керек емес ойларды, керек емес идеяларды оларымыз санамызға сіңу арқылы ол біздің тағдырымызға әсер етіп жатыр мысалға. Сондықтан одан бәрінен арылмай мына халық ояна ма, әлде бұл халық аштан қырылып барып шығады ма? Кешегі мысалы коронавируспен қаншама халық қырылып қалды, бірақ намысқа күйіп жанған қазақты тағы да көрмей отырмыз. Бұл өте өкінішті, бұл қорқынышты. Тіпті бұндай санамыз соншама түсіп кеткеніне тіпті ойланбайтынымызға. Бұл деген қорқу керек. Әйтпесе 19 миллион халық қазақ жерінде, осы мемлекетте. Бір 60-100 мыңға толмайтын полицейлерге шамамыз жетпей ме мысалы, көміліп көрінбей қалады олар тіпті. Ал біздің тағдырымыз, бұл билік өзгермей, өміріміз түзелмейді. Сондықтан бұл Арлы қазақтың мақсаты ол осы қазақы халықтың ортаның ішіне кіру, және осы саналарын тербетіп ояту, былайша айтқанда. Осы тіпті мына ертеңгі күні заңдарымыз қандай болғаны дұрыс, ұлттық болмыста болу керек міндетті түрде. Біз мысалы қазақы болмысымызды қайтаруымыз керек, қазақы мінезімізді қайтаруымыз керек. Қазақы салт дәстүр, әдет ғұрпымызды түгеліменен қазіргі заманға сай қазақы мінезімізді, болмысымызды қайтармасақ, біз ұлт ретінде, мемлекет ретінде қалыптасуымыз өте қиын. Сондықтан бұл жерде демократиялық әрине ұстанымдар, оның тәртібі, заңы керек, бірақ ол ұлттық болмыста болу керек. Оны кешегі алашордашылар да айтып кеткен. Арлы қазақтың мақсаты осы бағытта болады. Енді барша мен қазақпын, осы елдің өзгергенін, елдің болашағы болғанын қалаймын, ұрпағыма жарқын болашақ қалдырамын деген әрбір қазақ, әрбір осы мемлекетпен өз тағдырын байланыстырған басқа ұлт өкілдері баршаңызға осы Арлы қазақ чатының есігі ашық.
келіңіздер, ортамызға қосылыңыздар. Айтатын ойларыңыз болса ортаға салыңыздар. Және ертеңгі күні мысалы бізге қандай оңтайлы дұрыс заңдар керек, оның барлығы талқылану керек. Сол жерде ол да ортаға тасталатын болады. Жұмасына Арлы Қазақта енді жоспарымыз бойынша 2 рет тікелей эфир өтеді. Енді әзірге осы белсенділерден өзіміз өткіземіз, бірақ ертеңгі күні сөзін айта білетін, шешендікпен әңгімені өрбіте білетін, тарихтан қаузап бізге шынайы тарихтың бет бейнесін ашып әкеле алатын, кешегі алашордашылардың арман мақсатын анық, олардың шынайы бет бейнесін ашып, олардың шынымен халыққа не тіледі, осының барлығын білетін адамдар болса, ақындардан, жазушылардан, енді елдің болашағы үшін жаны ашыған жандардан ортаға ой салам, эфир жүргізіп, осы жерде ойымды айтам деген болса, қуана жаңағы қарсы аламыз. Сіздердің де эфирлеріңізді өткіземіз. Тікелей эфир, дауыстық эфир болады. Оның соңынан ол эфирлердің ең бір маңыздыларын жинап, біз оны жаңағы YouTube каналға саламыз және барша қазақ еліне оны тарататын боламыз. Сондықтан Арлы Қазақ жаңа сілтемесі осы видеоның астында тұрады. Сол сілтеме арқылы Telegram чаттан біздің жаңағы тобымызға қосылыңыздар. Енді алғашқы әзірге біз бұл Арлы Қазақ бүгін 27 қыркүйек. Арлы Қазақты қазір біз қалпына келтіріп, шаңырағын көтеріп, жаңағы уықтарын тіреп, керегесін құрып жатырмыз. Былайша айтқанда, енді 3 қазанға қарай бір эфирлер өткізуді бастаймыз. Сондықтан сол уақытқа дейін баршаңыздан сұрарым, қосылыңыздар. Елдің тағдыры ол баршамыздың тағдыры. Бұл жерде әркім өзіне жауапкершілік алу керек. Ар намысын оятып, ертеңгі ұрпағы мақтанып тұрып еске алатындай біздің негізі біздің қазақ халқының ұялатын тарихы жоқ, ағайын. Ұялатын біздің ешбір өткен өмірімізде біздің ұялатын жері жоқ. Өте айбарлы, өте айбатты, намысқой, жігерлі, өте ақылды, саналы және басқалардың да елдерін жаңағы дұрыс бағытқа сала білетін сондай ел болғанбыз біз. Соның бәрін оята білсек, бүгінгі күні біз қайтадан сол елдігімізді қайтарамыз. Және тіпті мынау зерттеушілер, тарихшылар мынау түркі елдерінің қара шаңырағы қазақ екендігін, оның түп тамыры, бүкіл тарихы, бүкіл әдет ғұрпы осы қазақта сақталғандығын бүгінде айтып жатыр. Бұның барлығы бізде бар, бірақ осының бәрін өзіміз мойындамай отырғанымыз өкінішті. Сондықтан ағайын, осы жерге жинаңыздар, тіпті бала шағаларыңызды кіргізіңіздер. Ертеде қалай болды? Үлкендер әңгіме айтса, кішкентай немерелерін жетелеп әкеп отырғызып қойып әңгіме тыңдататын. Солай өнегемен, сондай өсиетпен өскен балалар ертеңгі күні олардың былайша айтқанда рухани діңі мықты болады. Олар ертеңгі күні ел деген азаматтар болып өседі. Елін ойлайтын азаматтар сондайлардан өседі. Сондықтан бұл жерге жастарды да кіргізіңіздер, балаларды кіргізіңіздер. Осы айтарым ағайын. Әлі де анықтап бұны талқылармыз. Осы Telegram чатына баршаңыз қосылыңыздар. Сол жерде елдің болашағы жайынан ой өрбітейік. Сол Telegram чатта кездескенше.